Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Бүгінгі видео Масло черного тминаның клипіне қазақша разбор талдау жасайтын боламыз. Ескерте кететін жайт, жалпы осы видеоға идеяны мен Whynote арнасынан сұрап алдым. Whynote арнасына описаниеге немесе комментарийге сілтемесін тастап кететін боламын. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. Ондағы видео более атмосферный және де бір емес екі видеосына толық разбор істеген. Сіздерге міндетті түрде ұнауы тиіс. Ендеше біз өзіміздің қазақша талдауымызды бастайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бейнеклип барысында қазақ даласындағы бір адамды байқауға болады. Нақтырақ шаманды арнайы өзінің киіммен от айналасындағы өзінің шамандық ритуалын жүргізіп жатқандығын көре аламыз. Бұл бұрынғы тарихтағы қазақ даласындағы сену үрдісін бейнелеген. Келесі кадрда жауынгерлердің өзара соғысын байқаймыз. Бұл қазақ даласындағы 13 ғасырдағы моңғол шапқыншылығын еске салып отыр. Келесі кадрда біз екі ат үстіндегі жоңғарлардың қазақтың үстінен күліп мысқылдап жатқанын көреміз. Бұл отсылка 1723 жылы болған қазақ даласындағы ең үлкен қасіреттердің бірі Ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама кезеңін еске түсіреді. Келесі бейнелерде 1919 жылы болған табиғи аштықты байқаймыз. Нақтырақ осы жолы қазақ даласында егін шықпай қалу әсерінен аштыққа ұшыраған болатын. Қыста қардың, көктемде және жазда жауынның болмауы қатты құрғақшылықты тудырып, оның салдарынан ашаршылық нәубеті басталған болатын. Осы жағдайдан кейін қазақ халқының пайыздық үлесі өте азайып кеткен болатын. Келесі кадрларда барлығымыз білетін Алашорда автономиясындағы қазақ зиялыларының бейнесі байқалады. Келесі кадрда 1985 жылы Теңізде болған жағдайды көрсетіп тұр. Нақтырақ 1985 жылы Теңіз аймағында өте үлкен өрт шыққан болатын. Өрт сөндіру кезінде бір адам қайтыс болған. Соны кадрдан байқасаңыздар болады. Бұл өртті өшіруге жарты жылдай уақыт кеткен. 1986 жылы бұл өрт сөндірілген болатын. Бұл өрттің қауіптілігі соншалық, оның биіктігі 200 метр биіктікке дейін көтерілген. Тіпті күндізгі уақыттарда 10 километр қашықтықтан көрініп тұратын болған. Масло черного тминаның бұл жағдайға арнап бөлек клип шығарған болатын. Сол клипте жарты аймен ұшақты байқасаңыздар болады. Бұл Алашорда автономиясының туына ұқсас екенін анық көрініп тұрған шығар. Клиптегі келесі кадрларда 90-шы жылдардағы қозғалыстарды байқаймыз. Клипте кілемге оралған өлікті көміп жатқаны көрсетіледі. Ары қарай Telegram платформасының дыбыстарын естиміз. Клиптағы кадрда жастардың закладканы іздеп жатқанын байқаймыз. Telegram платформасы негізінде заңсыз іс-әрекеттермен айналысуға мүмкіндік беретін платформа. Қысқаша айтатын болсақ, Шекер сериалын қарасаңыздар, міндетті түрде осы кадрдың мағынасын түгелдей түсінетін боласыздар. Келесі кадрда Қазақстанда болып жатқан әйелдерге жасалып жатқан зорлық-зомбылықты көреміз. Клипте әйел адамның айғайын көреміз, бірақ оған назар аударылмайтындығын байқаймыз. Клипті қарау барысында үстіне қара жамылған түсініксіз көріністі байқаған боларсыздар. Бұл мүмкін жан алатын өлім періштесі болуы мүмкін. Себебі 1985 жылы болған жағдай мен 1990 жылдардағы кадрлар мен қазіргі кездегі кадрларда бұл көріністің жоқ екенін көреміз. Жалпы бұл атеисті қоғамда еске салады. Клипте сонымен қатар Қожа Ахмет Яссауидің бейнесі көрсетіледі. Қожа Ахмет Яссауи 60 жасынан бастап қалған өмірінің жер астында, яғни қылуетте өткізген болатын. Бұны Ахмет пайғамбар жасына жеттім, маған одан артықтың қажеті жоқ деп түсіндіреді. Ең соңғы кадрда Масло черного тмина бірінші клипте өзі көнген қорапты қайтадан қазып алады. Бұл қазақтың соңғы ханы Кенесарының басына отсылка. Көп адамдардың айтуы бойынша Кенесарыны өзінің басымен жерлесе Қазақстанды жарқын болашақ күтіп тұр. Сонымен қатар бұл туралы Ванга да солай айтып кеткен болатын. Сонымен қатар соңғы кадрда қайтадан манағы бейнені байқасаңыздар болады. Осылайша біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса қолдау ретінде лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.